Қайырлы күн, бүгін керемет іс-шара, яғни қарызсыз қоғам жобасының бір жылдық есептік кеші десек те болады. Жыл қорытындысы, яғни не істедік, қандай көмектер көрсетілді, міне осының барлығында есеп беру сәті. Енді қарызсыз қоғам бірінші кезекте ол елдің несиесін жабу емес, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру, яғни осы бағытта да жұмыс істей береміз алдағы уақытта да. Және де қарызсыз қоғам осы уақытқа дейін білесіздер, пилоттық жоба болды. Ал биылдан бастап ол кең ауқымда республикалық деңгейде ауылға дейін барып, халыққа өзінің көмегін тигізіп жатыр, және де онлайн форматта да жұмысын атқарып жатыр. Сондықтан қарызсыз қоғам ол бірінші кезекте халықтың көңілінен шыққан әлеуметтік нағыз жоба деп айта аламын.